Енді бухгалтерлік есеп туралы түсініктер ол жерде қалай бәрі көрсетіледі, соны айтып өтейік. Бухгалтерлік есеп дегеніміз бұл бірыңғай, үздіксіз құжаттарға негізделген, фактілерге негізделген компанияның экономикалық табыс табуына және олардың компанияның ары қарай өсуіне қызмет ететін құрал. Бухгалтерский учет дегеніміз. Енді бухгалтерлік есепке не кіреді? Біріншісі управленческий учет дейді, басқару есебі кіреді. Бұл жерде басқару есебіне біздің осы 1С-қа кіргізген бүкіл барлық құжаттарымыздың дұрыс кіргендігі бойынша басқару есебін біз осы 1С-тен көре аламыз. Одан кейін қаржылық есепте бүкіл біздің кіргізген документтеріміздің біздің қызметімізге қаржылық есеп жасау. Одан кейін үшінші салық есебі. Біздің жасалған қаржылық есебіміздің негізінде салықты есептеп, оны ары қарай төлеу кіреді. Енді компания қалай құрылады? Бұл компания ИП болсын, ТО болсын, оны бір адам негіздеп құрады. ТО-ларда ол учредитель болады, ИП-ларда ИП-ның өзі иесі болады. Енді учредитель бізде бірнеше болуы мүмкін, бір адам болуы мүмкін, бірақ осы компанияға, мекемеге директор тағайындайды. Сол компанияның, предприятияның басшысы болып есептелінеді. Ол басшы бізде приказ арқылы бекітіледі. Жарғыда біздің компания, мысалы ТО-ның жарғысында оның бары көрсетіліп кетеді. Жарғыда компанияны құрған кім, оның директоры кім, барлық данныйлары жазылып тұрады. Енді компания жұмыс істеп өзі қызметін жасап жатыр. Соның ішінде жаңа оперативный учет дегеніміз, управленческий учет, ол компанияның, мекеменің есептік есебі. Ал одан кейін одан туындайтын нәрсе бізде финансовая отчетность, қаржылық есеп және салық есебі. Бізге енді одан туындайтын нәрсе біздің мемлекетке төлейтін налогтарымыз, салықтарымыз. Ол біз осы мекемені заңды тұлға етіп тіркеген кезде ИП болсын, ТО болсын, біз әрине үкіметтің қарауына кіреміз да, үкіметтің контроліне кіреміз. Енді компанияны не үшін құрады? Компания ИП болсын, ол өзіне жеке табыс табу үшін құрады. Немесе ТО иесі бұл компанияны әрине табыс табу негізінде құрады. Табыс табу жолы деп есептеп осы компанияны құрады. Енді ТО-ларда бізде учредитель, осы ТО-ны құрған адамдар, немесе адам, компания жұмыс істеп, ол жаңа бүкіл кірістер мен шығыстарын есептегеннен кейін, налогтардың бәрін төлеп болғаннан кейін компания учредителі өзіне дивиденд шығарып ала алады. Бұл заңды тұлғаларға қатысты. Ал ИП-лар болса, барлық тауып жатқан табысы ол ИП-ның өзінің жеке басының табысы болып есептелінеді. Ал енді финансовая отчетностьқа келетін болсақ, бұл қаржылық есеп, бұған бухгалтерский баланс кіреді, бухгалтерлік баланс кіреді. Бізде кірістер және шығыстар жөнінде отчет кіреді, ақша айналымы есебі кіреді, және осы компанияның капиталдары жайында есеп кіреді. Бухгалтерский баланс түрі мынандай болады. Енді өздеріңіз жасап үйренген кезде, бухгалтерский балансқа келген кезде, өздеріңіз міне примерно осындай, осыны жасауға дейін сіздер үйренесіздер. Енді бухгалтерский баланс дегеніміз, ол біздің компанияның ИП болсын, жаңа ТО болсын, активтері мен пассивтері. Активтері мен пассивтері тең болу керек бухгалтерский баланста. Ары қарай бізде отчет о движении денег, ақша айналымы туралы есеп. Бұл жерде ақшаның тазалай кірісі, тазалай шығысы және жылдың аяғына қалған суммасы көрсетіледі. Отчет о прибылях и убытках деген жалпы компанияның табысы туралы есеп бұл. Сосын бізде бизнестарда ірі бизнес, орташа бизнес және кіші бизнес болып бөлінеді. Бізде қазір төрт түрлі бизнес бар. Крупный бизнеста ол 250 адамнан жоғары, олардың орташа жылдық доходы, табысы 3 миллион МРП-дан аса болу қажет. Орта бизнесте 100 адамнан жоғары істеуге мүмкіндігі бар, және орташа жылдық табысы 300 мың МРП-дан жоғары болады. 300 мыңнан 3 миллионға дейін аралықта істейтін компаниялар бұл орташа бизнес болады. Кіші бизнеста бұлар 100 адам. Макробизнеста біздерде қазір білесіздер, упрощенкада істейтіндер 25 адамға дейін қабылдауға мүмкіндік бар. Және де бұлардың қазір бүгінгі таңда упрощенкада істейтіндер бізде орташа обороты, жылдық обороты 2,5 миллиардқа дейін барады. Енді 2,5 миллиардқа дейін барады, бірақ 1С-ті олар 135 мың МРП-дан бастап 1С-ті қолдануға
мүмкіндігі бар. Бірақ бізде қазір біздің бухгалтерлардың талабы біріншіден, екіншіден ИП-лардың общеустановленный болсын, упрощенкада істеген болсын, оларға қойылатын талап 1С-касы болу керек. 1С-та жұмыс істеу керек. Себебі 1С-та жұмыс істеген кезде ол дәптерде жүргізбейді өзінің бухгалтериясын. Ол кімге болса да ыңғайлы. Бухгалтерға да ыңғайлы, кәсіпкердің өзіне де ыңғайлы. Енді бухгалтерияда біз жұмыс істеген кезде қандай заңдарға бағынамыз? Бізде қандай заңдар бар? Бухгалтерлік есеп туралы заң бар. Бухгалтерлік есеп туралы заңға бағынып жұмыс істейміз. Салық кодексіне бағыныштымыз, соған бағынамыз. Салық кодексінің баптарына сәйкес жұмыс істеуіміз керек. Еңбек кодексіне бағынамыз. Сосын кәсіпкерлік туралы заң бар, оған бағынамыз. Бізде сосын азаматтық кодекс бар, азаматтық кодекске бағынамыз. Өйткені біз егер жұмысшыларымыз болатын болса, немесе жұмысшыларымыз болатын болса, олармен біз азаматтық қарым-қатынасқа түсеміз. Және бізде ең басты бұл жерде әкімшілік кодексі бар. Әкімшілік кодексі біз үшін ол тоже заң, өйткені ешқандай заңды бұзбай жұмыс жасауымыз керек. Мысалы, біз бір отчетты тапсырмай кетсек, ол бізде әкімшілік заңда қарастырылған бап бойынша біз штраф алып қалуымыз мүмкін. Сондықтан әкімшілік кодекске де бағынып жұмыс істейміз. Енді стандарты бухгалтерского учета дегеніміз біз халықаралық стандарттарға және Қазақстанның өзінің ұлттық стандартына байланысты құрылған 1С-пен жұмыс істейміз. Бізде әрине инструкция, рекомендация, өзіміздің компанияның ішінде жеке қарастырылатын инструкциямыз болады, должностьтарға байланысты, рекомендательный құжаттарымыз болады, және бізде указанияларымыз болады. Мысалы, бір цехқа указаниямыз болады, жұмыс тәртібі туралы, сондай құжаттарды компанияның ішінде жасауымызға болады. Бізде мына жерде тағы да айтып кететін үлкен нәрсе бар. Бухгалтерлік есеп жүргізу кезінде, 1С-ті жүргізу кезінде бізде міндетті түрде учетная политика деген үлкен документ болу керек. Бұл учетная политика деген бүгінгі күні ең налоговыйдың біздің қадағалап сұрайтын, көретін құжатымыз. Учетный политикада барлығы көрсетілу керек. Біз қалай жұмыс істейміз? Зарплатаны қай счетта есептейміз? Налогтарды қай счетта есептейміз? Зарплатаны шығарған кезде, выдача жасаған кезде, мысалы, жұмысшыларымызға төлеген кезде қай счет арқылы төлейміз? Материалды қай счетқа қоямыз? Расходы будущих, болашақ, мысалы, расходтарымыз бар, оны қай счетқа қоямыз? Соның барлығы мына учетный политикада жазылу керек міндетті түрде. Учетный политика кім жасайды? Бұған кімнің міндеті бұны жасау? Бұны әрине біздің мекеменің басшысы, директорымыз бухгалтермен келісе отыра, және үлкен жаңағы өндіріс орны болатын болса, сол өндіріс орнының үлкен жаңағы завпроизводствосымен келісіп отырылып жасалатын үлкен құжат бұл. Бұл құжатқа не кіреді? Біздің рабочий план счетов кіреді, қай счетта қандай біздің операцияны қай счетта көрсетеміз, соның барлығы жазылады. Сосын жаңа жоғарыда айтып өттім да, компанияның өзінің ішінде жасалатын жаңағы приказдар, нормалар бар. Соның ішіне, мысалы, егер бізде үлкен строительный компания болатын болса, спецодежда бөлінеді, немесе жаңағы кішкентай ғана цех болатын болса, мейлі жаңағы машиналарды жасайтын, машинаның ремонтын жасайтын цех болды дейік. Сол цехта біз деген рабочийларға егер спецодежда бөліп беретін болсақ, онда спецодежда туралы бізде кәдімгідей норма жасалу керек, сол приказ арқылы бөліну керек, спецодежда берілу керек. Спецодежданы алған адам кәдімгідей списокқа қол қою керек, алдым деп. Ол спецодежданы мысалы дегенің қанша рет біз бере аламыз? Мысалы, қыстық сезонға қыстық спецодежда, жаздық сезонға жаздық спецодежда, сол туралы барлығы осы учетный политикада жазылып өтеді. Сосын егер жаңағы балансымызда машина болса, не болмаса ИП-ның өзінің жеке машинасын осы ИП-да жұмыс істеп, осы табыс табу барысында осы машинамен қолданып, пайдаланып, сол үшін бензин, жаңағы дистопливо, ГСМ алатын болатын болсақ, онда оған тоже құжат болу керек, приказ болу керек, нормасын жасаймыз, нормасы болу керек. Мысалы, главный механикіміз болса, сол главный механикіміз жаңағы нормасын жасайды. Соның барлығы учетный политикада жазылады. Сосын егер сотовый связьға біз ақша бөлетін болсақ, оған тоже біздер приказ жазып өтуіміз керек. Сосын график документа оборота дейді. Бізде әрбір жаңағы компаниямыздың барысында біздер журналдар арнаймыз да. Бізде журнал болу керек. Журнал исходящих писем, бізге кіретін хаттар, құжаттар, бізден шығып жатқан хаттар мен құжаттар, бізге келіп жатқан келісім шарттар, договорларда входящий журнал, входящих, исходящих договоров дейді. Сондай журналдарды арнаймыз. Ол да осындай график документа оборота деген жаңағы разделға кіреді, ол учетный политикаға тоже кіреді. Ол жерде біз тоже анықтап жазып кетуіміз керек. Бұл міндет кімнің осы компанияда істеп жатқан қай жаңағы жұмысшының немесе қызметкердің қызметі болып есептелетіні жайында приказ жасап, осы учетный политикаға соның барын кіргіземіз. Сосын первичные документы, созданные на самом предприятии дейді. Демек, бұл жерге бізде первичный документтер, біздің указаниялар, неше түрлі шешімдер қабылданып жатқан, неше түрлі приказдар, солардың барлығы осы учетный политикаға кіреді, сол политикада жазылып өту керек.
Чем грозит отсутствие учетной политики? Әкімшілік кодексінің 276 бабына байланысты, егер учетный политика болмаған жағдайда, онда бұл жерге біздерге әкімшілік құқық бұзғанымыз үшін бізге салық органынан бізге предупреждение немесе штраф болуы мүмкін. Бірінші ретке бізде предупреждение, ескерту болады, а екінші ретінде 1 жылдың ішінде қайталанатын болса, онда бізге штраф салынуы мүмкін. Ол жерде штрафымыз біздің 25 МРП-дан жоғары болады. Именно біздің субъектіміздің несіне байланысты, размеріне байланысты. Крупный предприятие болсақ, ірі бизнеста болсақ, әрине үлкен, кіші бизнеста 25 МРП-дан басталады, содан үлкен 75 МРП-ға дейін болады. То есть біздер дегенің учетный политика болмаса, біздер штрафқа ілінетінімізді ойлап, бірден учетный политикаға үлкен мән бергеніміз дұрыс. Енді осы бухгалтерский учет кезінде бізде 12 түрлі принцип бар. 12 түрлі принцип бар. Ол принциптардың барлығы бізде начисление, бізде непрерывность дейді, үздіксіз процесс болып жатқан, процестің бәрі бізге әрқайсымызға документ алған кезде түсінікті болу үшін, болу несі принципі. Сосын маңыздылығы оның, сосын нақты ешқандай ауытқусыз болуы, және шын осы құжаттардың барлығы шын рас болуы. Сосын біз бухгалтер болып жұмыс істейміз. Бұл бухгалтерияда біз нейтральный адам болуымыз керек, поставщик жаққа да шығып кетпеуіміз керек, покупатель жаққа да шығып кетпеуіміз керек. Біз шынымен қандай документ құжат келді, ойымыздан ешқандай ештеңе құрастырмай, нақты, анық және толық информацияны 1С-қа кіргізу арқылы осы принциппен жұмыс істейміз. Сосын осмотрительность деген 9-шы принцип бар. Бұл жерде біз деген әрине болжам жасап біз басшыны керек кезінде ескертіп отыруымыз қажет. Және бізде завершенность болу керек, өйткені әр операция өзінің басы мен аяғы болады операцияның. Сол кезде егер басы болып аяғы болмай қалса, бұл операция аяқталмаған болып есептелінеді. Сосын сопоставимость бізде 11-ші принцип. Бұл деген сөз, біз бір кварталды екінші кварталмен салыстыра аламыз, екінші кварталды үшінші кварталмен салыстыра аламыз. Мысалы, не болмаса, былтырғы жылдың бірінші кварталы мен биылғы жылдың бірінші кварталымен салыстыруға мүмкіндік алады екенбіз осы жерде. Және последовательность, то есть бір периодтан бір периодқа біз оны үздіксіз болып жатқан процесс екенін көріп, соны осы өзіміздің компанияның финанстық қаржылық жағдайында осыны өзімізге анықтаймыз. Енді бухгалтерлар, көп салалы бухгалтерлар бар. Соның ішінде бізде бухгалтер-кассир, материальный кассир, бухгалтер-кассир және кассада отыратын бухгалтерлар. Материальный кассир дегеніміз бұл товардың кірісі мен шығысында отыратын бухгалтерлар. Расчетный бухгалтер дегеніміз зарплатада отыратын бухгалтерлар. Бухгалтер по строительству, үлкен компаниялардың жеке строительный, мысалы, цех салып жатса, жаңа басқа бір үлкен зданиялар салып жатса, олар отдельно бухгалтер по строительству должностына бухгалтерді алып, сол жерге именно осы компанияның құрылыс есептерін жүргізетін бухгалтерді алуы мүмкін. Сосын бухгалтер по контрагентам дейді. Бұл бізбен қарым-қатынастағы компаниялардың акцверкасын жасайтын, бүкіл қарым-қатынасының есебін жүргізетін бухгалтер. Бухгалтер-калькулятор дейміз. Бұл әсіресе бізде общепитта өте бухгалтер-калькулятор деген бізде құнды жаңағы мамандық, құнды адам болып есептелінеді бүгінгі күнге. Бухгалтер по производству, өндіріс орындарында, өндіріс компанияларында бухгалтер по производству болады. Бухгалтер по банку болады. Демек біз банктық операцияларды кіргізетін бухгалтер по банку. Бухгалтер по налогам, налогтарды есептейтін бухгалтер. Бухгалтер по экспорту и импорту. Біздің шет елдермен экспорт және импорт операцияларына қатысты жұмыс жасайтын, солардың есебін жүргізетін бухгалтер. Заместитель главного бухгалтера және главный бухгалтер специализациялары бар. Біздің курста сіздер қандай бухгалтер болып шығасыздар? Біздің курста, осы курста сіздер бухгалтер-кассир, материальный бухгалтер болуды үйренесіздер, расчетный бухгалтер болуды үйренесіздер, бухгалтер по контрагентам болуды үйренесіздер, бухгалтер по банку болуды үйренесіздер, бухгалтер по налогам болуды үйренесіздер, және главный бухгалтердің қызметін атқарып, осы курстан сіздер отчеттарды жасап үйренесіздер. 910 және 200-ші отчетты жасап үйренесіздер. Демек, бұл курстан сіз үйреніп шығатын болсаңыз, осы жерде отчеттарды жасап, бір мекемені спокойно барып алып, сол жерде істеп, осы барлық жұмыстарды атқарып, сондай жұмысқа кіруіңізге мүмкіндік бар. Енді правила документа оборотов дейді. Бізде бухгалтерияда барлық құжаттар рет-ретімен хронология бойынша тігіліп тұру керек. Ай аяқталды ма, сіздер жаңағы реестрін шығарып аласыздар, реестр бойынша по даталар бойынша хронологиямен бүкіл келген документтерді поступление реестр шығарып аласыздар.
жаңағы реализацияға реестр шығарып аласыздар, списанияға реестр шығарып аласыздар. Бүкіл документтерді папкаларға тігіп, мынандай стикерларға өзіңіз белгілеп, папканы ашқан кезде стикерді қарап, сразу документті тауып алатындай дәрежеде осылай жинақтап сақтауыңыз қажет. Енді бізде хранение обязательно бухгалтерский документтер бір сейфта сақталу керек, өйткені бұл документтердің сақталу уақыты, тексеріс уақыты налоговый салық кодексі бойынша 5 жыл. Мысалы, биыл 26 жыл болатын болса, сіз налоговый келетін болса, 5 жыл артқа қарай тексереді. Биыл 26 жыл болса, келесі жыл 25 жыл, 24 жыл, 23 жыл, 22 жыл. Демек, артқа қарай 5 жыл сіздің неде папкада 5 жыл, кемінде 5 жылдың документтері сізде жиналып тұру керек. Немесе биыл ашылған компания болатын болсаңыз, онда 26 жыл, 27 жыл, 28, 29, 30 жылы сізде 26 жылдың құжаттары папкаға тігіліп рет-ретімен осылай тұру керек. Бұл бухгалтердің міндеті. Ең басты бухгалтерлік міндет. Енді бухгалтерский проводкаларға келетін болсақ, бұл бізде дебет кредиттен тұрады. Дебет кредитті біз сабақ кезінде толығымен үйренеміз. Активтарға не кіреді, пассивтарға не кіреді. Активтарға біздегі счетымыздағы, кассамыздағы бүкіл ақшалар, запастарымыз, то есть біздің материалымыз, товарымыз, готовый продукциямыз не бар, бізде соның барлығы кіреді. Сосын дебиторская задолженность дейміз, ол бізге қарызкер адамдар, борышкер адамдар. Борышкер адамдар, компаниялар барлығы осы дебиторский задолженностьта болады. Сосын основные средства. Мысалы, бізде үй бар, немесе жаңағы компанияның общежитиясы бар, арендаға береді, немесе көлігіміз бар, соның барлығы кіреді. Прочие активтарға біздің компанияда не бар? Жұмысшылар істейтін, отырып істейтін стол бар, кресло бар, жаңағы не бар? Мусорный ведроға дейін түгел осы прочие активтарға, запастарға кіреді. Осының барлығын үйренеміз. Осының барлығы осы курста өтіледі. Сіздер полностью мына специализацияларды алып шығасыздар. Біздің курста берілмейтіні сіздерге бухгалтер по строительству, бухгалтер калькулятор, бухгалтер по производству и бухгалтер по импорту и экспорту. Бұлар сіздерге қатысы жоқ, бұлар уже проф бухгалтерлардың курсына кетеді. Сондықтан бүгінгі күні осындай специализацияларды, осындай мамандықты егеріп шыққыңыз келсе, осы курстан келіп үлкен мамандық иесі болып шығуларыңызға тілектеспін.